Тұлғалық деректер. Жанар Асылбекқызы Дугалова 18 қаңтар 1987 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Арғы тегі Арғын Басентін, Рода қатысты екен. Балалық шағы 3 жасынан Таллинде тұрып, кейін Қазақстанға оралған. 5 жасында әнші балапан атты облыстық вокалдық байқауда жеңіске жеткен. 2001 жылы Жас қанат республикалық жас орындаушылар байқауында гран-при алған. Білім мен өнер жолы. Музыкалық мектепте фортепиано сыныбын бітірген. Кейін Алматыда музыкалық колледжде оқыған. 2004 жылдан бастап Мәскеудегі немесе Ресейде ГИТИС-тің эстрадалық факультетінде оқып, отличием, қызыл дипломмен бітірген. Музыкадағы жолы. 2012-2014 жылдары Кешью атты әйелдер поп тобының мүшесі болған. 2014 жылы халықаралық Turkvision Song Contest 2014 байқауына Қазақстан атынан қатысып, ізін көрем әнімен жеңіске жетті. Осы байқауда ол 225 балл жинаған және бірінші орын алған. Оның жеке әндері арасында таңданба, разве не я, сүйемін деші, сен емес, қарай бер сияқты композициялар бар. Осылайша поп жолы ғана емес, ұлттық музыкамен де байланысы бар стильде қалыптасқан әнші. Театр, кино және басқа өнер салалары. 2011 жылы «Коктейль для звезды» 2 атты қазақ мелодрамалық фильмінде түскен. Сахнада, эстрадада және телешоу жобаларда да белсенді. Кейбір деректерде сән, образ, сахналық стильге мән береді деп айтылады. Мысалы, Instagramдағы жаңа фото, сахнаға шыққан соңғы суреттері туралы ақпарат. Жетістіктер мен марапаттар. 2014 жылы Turkvision Song Contest жеңісі халықаралық деңгейдегі үлкен жетістік. 2015 жылы Қазақстанда заслуженный деятель Қазақстана атағы берілген. Жас орындаушылар арасындағы байқауларда, мысалы, Жас қанат жеңімпаз болған. Жеке өмірі мен қоғамдық қызметі. 2015 жылы ол Нұр Отан партиясына мүше болғаны туралы ақпарат бар. 2020 жылы оның үйленгені туралы ақпарат шыққан. 2025 жылы Instagramға оралғаны және жаңа фото жобалармен бөлісіп жатқандығы жарияланған. Әлеуметтік желілерде ол сұлулық бейнесі ретінде, сондай-ақ өнер адамы ретінде жоғары бағаға ие болып отыр. Қызықты деректер. Балалық шақтан бастап өнерге араласып, кішкентай кезінен-ақ байқауларда жеңіп жүрген. 6 жаста облыстық вокалдық байқауда Turkvision жеңісі арқылы түркі әлемінде танылған түркітілдес әлемдегі музыка байқауында ең үздік орындаушылар қатарында болды. Оның сахнадағы образы мен стильге мән беруі фан қоғамда жоғары бағаланған. Мысалы, желіде фотоға көп шолу жасалған. Жеке өмірі. Алғашқы мәліметтерге қарай, Жанар бұрын жүрегінің бос емес екенін айтқан. 2023 жылдың ақпанында жақын арада тұрмысқа шығамын деген сөз айтқан. Оның болашақ жары Астанадан еді, мұндай ақпарат бар. Дегенмен нақты күйеуінің толық аты жөні мен оқиғалардың егжей-тегжейі ресми түрде көп жарияланбаған. Мүмкін болған некесі. Уикипедиядағы мәлімет бойынша 18 наурыз 2023 жылы Астанада Жанар тұрмысқа шыққан делінеді. Бірақ басқа дерек көздерде бұған еш нақты фото немесе растау берілген жоқ, сондықтан толық әрі сенімді ақпарат ретінде қабылдауға әзірше болмайды. Балалары туралы. Қазіргі уақытта баласы бар деген ресми және сенімді дерек әзірге табылмады. Кейбір жазбаларда балалы болуды жоспарлап жүрмін деген сөздер кездеседі, бірақ нақты дата, жынысы, есімі жарияланған жоқ. Жанар Дугалова жеке өмірін көпшілікке ашық түрде бөліспейтін жұлдыздардың бірі болып табылады. Оның некеге қатысты жаңалықтары бар, жақында тұрмысқа шығамын деген сөздер айтылған. Және кейбір дерек баяндар бойынша ол 2023 жылы тұрмыс құруы мүмкін, бірақ толық ресми дерек жоқ. Балалары туралы ақпаратта шектеулі. Қызықты деректер. Жанар бала кезінде 3 жасында Эстонияның Таллин қаласында тұрған, кейін отбасы Қазақстанға оралған. Ол әртістік жолына өте ерте шыққан. Мысалы, 5 жасында вокалдық студияға қатысып, 6 жасында облыстық байқауда жүлдегер болған. Әнші ретінде ғана емес, актриса ретінде де жұмыс істейді. Мысалы, жаңа Жанел сериалына түскен айтылған. Жанардың өзіндік құндылықтары бар. Мен ешқашан және ешкімнің тоқалы болмадым және алмаймын дегендей сөйлемін айтқан. Сондықтан да оның жеке өмірі жұмысы арасында белгілі бір келісті тепе-теңдікке ұмтылғанын көруге болады. Мен жұмыстан бұрын рухани жағымды болғым келеді деген пікірлерін айтып өткен.
танымал конкурстарда жеңіске жеткен. Мысалы, Turkvision 2014 байқауында өкіл болған және сол арқылы үлкен танымалдыққа ие болды. Жанар өзінің әкесіне деген құрметін ашық көрсетеді. Мысалы, әкесімен бірге сурет жариялады, әке менікі деген пікірлер көп айтылған. Сондықтан да оның отбасылық, жеке өміріндегі мән мағынасы өнер жолынан бөлек маңызды екенін байқауға болады. Негізгі айтылмаған түйіндер. Оның рухани ізденістері байқалады. Өмірдің мәні, таңдау, өзімді дамыту секілді тақырыптарда ашық сөз айтқан. Ол жұлдыз болу бағытымен қатар, қарапайым адам секілді болуды да қалайтынын сездірген. Балалықта басқа мамандық, мысалы тәрбиеші болғым келді деген сөздері бар. Жеке өміріне қатысты көп ашық айтқан жоқ, бірақ өзінің құндылықтары мен талаптары болғанын жайлы пікірлер бар. Бұл оны жап-жақсы коммерциялық имидж емес, адам ретінде байытылған тұлға ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Оның сыртқы келбеті, сахналық образы қоғамдық пікірде жиі айтылатын тақырып, әрі ол өзінің сыртқы түріне, стиліне мән беретін артист ретінде де көрінеді. Жанар Дұғалова өнер мен музыка жолына ерте жастан келген. Балалық және алғашқы қадамдары. Жанар кішкентайынан өнерге жақын болып, ән айтуға ерекше қабілет танытқан. Мектеп кезінен-ақ түрлі ән байқауларына қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Оның бойындағы дарынды ең алғаш байқаған анасы мен музыка пәнінің мұғалімі. Білім және кәсіби дайындық. Жанар Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын бітірген. Онда вокал мамандығы бойынша білім алып, кәсіби сахнаға дайындық кезеңін бастан өткерді. Кешью тобы кезеңі 2006-2014. Оның көпшілікке кеңінен танылуы Кешью қыздар тобының құрамында болған жылдармен байланысты. Топта жүріп туған жерім, ризамын, сұлу қыздар секілді әндермен танылды. Бұл кезең Жанардың сахна мәдениетін, өзін-өзі ұстау стилін қалыптастырды. Соло мансап және Turkvision жеңісі 2014. 2014 жылы Жанар Кешьюден кетіп, жеке шығармашылық жолын бастады. Сол жылы түркі әлемінің ең ірі байқауы Turkvision Song Contest 2014-те ізін көрем әнімен бірінші орын алып, Қазақстанның намысын абыроймен қорғады. Бұл жеңіс оны халықаралық деңгейде танытты. Театр және кино саласы. Музыкамен қатар, Жанар актерлік шеберлігінде көрсеткен. Ол бірнеше театр сахналарында және отандық фильмдерде бой көрсеткен. Әсіресе «Гламур для дур», «Кешью», «Махаббат» сияқты фильмдердегі рөлдері арқылы көрермен сүйіспеншілігіне ие болды. Қазіргі шығармашылық бағыт. Қазір Жанар жеке әнші ретінде өнер көрсетіп, авторлық әндер шығарып жүр. Оның әндері көбінесе махаббат, рухани тазалық, ұлттық болмыс тақырыптарын қозғайды. Сондай-ақ түрлі қайырымдылық шараларға қатысып, жас таланттарға қолдау көрсетеді. Жанар Дұғалова өз сұхбаттарында әрдайым ата-анасының қолдауы, оның өнер жолындағы басты күші болғанын жиі айтып жүреді. Ата-анасының қолдауы. Әкесі мен анасы Жанардың өнерге келуін толық қолдаған. Жанар кішкентайынан ән айтуға әуес болғанда, ата-анасы оны тоқтатпай, керісінше түрлі байқауларға қатысуға жіберген. Анасы қызының сахнада сенімді болу үшін киімін тігіп, макияжға дейін көмектескен. Музыкаға баулыған алғашқы ұстазы анасы. Анасы Жанардың бойындағы өнерді ерте байқап, оны музыкалық мектепке беруді ұсынған. Сол кезде Жанар пианино мен вокалды қатар үйреніп, сахна мәдениетін қалыптастырған. Әкесі оның алғашқы тыңдаушысы болған. Жанардың айтуынша, ол әр жаңа әнін ең алдымен әкесіне тыңдатқан. Әкесі қатал сыншы болған, бірақ әрдайым шынайы пікір білдіріп отырған. Жанар бір сұхбатында: «Әкемнің мақтауы мен үшін ең үлкен марапат. Ол мақтаса, демек, мен дұрыс бағыттамын» деген. Turkvision 2014 жеңісіне ата-анасының дұғасы себеп болғанын айтады. Жанар бұл жеңістен кейін: «Мен сахнаға шыққанда, ата-анамның аманаты мен тілегі мені қорғап тұрғандай сезіндім» деп тебіреніп айтқан. Отбасылық жылылық пен қарапайымдықты сақтаған. Танымал болған соңда, Жанар ата-анасымен жиі байланыста болып, туған ауылына барып тұрады. Ол әр сұхбатында ата-анамның тәрбиесі мен үшін өмірлік бағыт екенін ерекше атап өтеді. Жанар Дұғалованың ең алғаш жарық көрген әні «Бақыт бер маған» деп аталады. Алғашқы әні «Бақыт бер маған». Бұл ән 2005-2006 жылдары жарық көрген, яғни Жанардың кәсіби сахнадағы алғашқы қадамдарының бірі. Ән романтикалық бағытта жазылған,
ал сөздері мен әуені арқылы Жанардың нәзік вокалдық диапазоны жақсы көрінеді. Ән шыққан кезде ол жас әнші ретінде көпшілікке енді таныла бастаған, ал бұл туынды оны музыкалық ортада үмітті жас әнші ретінде танытты. Бақытбер маған кейінірек радиоларда жиі шырқалып, Жанарды Кешью тобына шақыруға себеп болған туындылардың бірі болды. Тағы алғашқы кезеңдегі әндері Туған жерім кейін Кешью тобымен бірге танылған патриоттық бағыттағы әні. Сұлу қыздар топтағы ең танымал хиттердің бірі. Ризамын, Жанардың дауысы ерекше ашылған әндердің бірі.